Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Таң әдеттегіден ерте атты. Ауылда ит үріп, қора жақтан шелектің сылдыры естілді. Үйдің іші де тыныш емес. Бір күндік емес, бір тағдырлық күн басталатынын ешкім дауыстап айтпаса да, бәрі сезіп тұрғандай. Айсәуле пештің жанында тұрды. Қолындағы табақты жуып жатып, бір нүктеге ұзақ қадалды. Су ағып жатыр, бірақ ол судың салқындығында, ыдыстың сырғанап кетуге шақ тұрғанын да сезбеді. Көңілі басқа жақта. Бүгін қонақ келеді. Осы ой таң атқалы бері жанын қысып тұр. Қонақ жай қонақ емес. Күйеуінің ағайындары, алыстан келген, сөздері өтімді, көздері сынағыш. Мұндай күндері үйдегі әр адам өз орнын білуі керек, әсіресе келін. Айсәуле! Деген дауыс ойынан жұлып алды. Бұл күйеуі Нұржан. Дауысы қатқыл, қысқа. Соңғы кездер солай. Шай дайын ба? Қонақ түске таман жетеді. Дайын, деді ол жай ғана. Нұржан оның жүзіне қарамады. Үстіндегі көйлегін түзеп, сыртқа шығып кетті. Айсәуле оның артынан қарап тұрып қалды. Осы үйге келін болып түскеніне 5 жыл. Сол 5 жыл ішінде күйеуінің артынан осылай үнсіз қарап қалған сәттері тым көбейіп кеткен. Ене де ерте оянған. Үйдің төр жағында отырып, құрт майды реттеп жатыр. Көзі өткір, бірақ шашаңға. Ол келіннің көңіл күйін көріп отыр. Көрмей отырған жоқ. Бірақ ештеңе демейді. Үндемеу бұл үйде үйреншікті нәрсе. Қызым, деді бір кезде ене. Қонаққа киетін көйлегіңді ертерек дайында, ят болмасын. Айсәуле басын изеді. Ят. Осы сөз соңғы жылдар оның өміріндегі ең ауыр сөзге айналған. Кім үшін, не үшін, өзі де кейде ажырата алмай қалады. Түс ауа бастағанда үйдің іші өзгеріп сала керді. Дастархан жайылды, самаурын қайнады, аула тап-таза. Айсәуле айнаға бір қарап алды. Жүзі солғын, көзі тереңдеп кеткен. Жымиып көруге тырысты, бірақ ерні дір ете қалды. Қонақтың көлігі көрінген сәтте жүрегі шым ете түсті. Бәрі басталды. Күлкі, амандасу, қол алысып жатқан дауыстар. Айсәуле шай құйып жүр. Бәрі сырт көзге дұрыс. Келін ибалы, үй берекелі. Бірақ оның ішіндегі арпалысты бұл бөлмеде ешкім көрмейді. Бір кезде Нұржан орнынан тұрды да келінге қарап, «Айсәуле, бері жүрші», деді. Дауысы қатты емес, бірақ сол тыныш дауыс оның жүрегін одан сайын қысты. Ол бір сәт қонақтарға қарап алды. Бәрі өз әңгімесімен. Ешкім мән бермеді. Айсәуле орнынан тұрды. Бір қадам, екінші қадам. Жатын бөлменің есігі жабылғанда, сырттағы күлкі мен ішіндегі үнсіздік арасындағы айырмашылық жанын тіліп өткендей болды. Ол төсекке емес, ең алдымен өз тағдырына қарай жүріп бара жатқанын сол сәтте анық сезді. Ал бұл күн тек бастамасы ғана еді. Жатын бөлменің есігі жай ғана жабылды. Бірақ Айсәулеге ол есік сарт етіп, артынан ауыр құлт салынғандай сезілді. Сыртта күлкі, іште тыныштық. Нұржан терезе жаққа барып, пердені сәл ысырып қойды. Аула көрінеді. Қонақтардың көлігі, сыртта жүрген балалардың дауысы. Бәрі көз алдында. Бірақ қол жетпес басқа әлем секілді. Айсәуле босағада тұрып қалды. Қадам басуға да асықпады. Артқа шегінуге де батпады. Осындай сәттерде уақыт баяулайды. 1 секунд, 1 сағаттай. «Не тұрып қалдың?» деді Нұржан ақырын ғана. Дауысы баяу болғанымен, ішінде ашу бар еді. Айсәуле оны жақсы біледі. Ол ашуды да, сол ашудың артында тұрған әдетті де. «Қонақ отыр», деді ол сыбырлап қана. «Білем», деп қысқа қайырды Нұржан. Осы білем деген сөздің астарында бәрі бар. Ақталу да, аяушылық та жоқ. Кек өзінікі дұрыс деген сенім. Айсәуле төсекке қарады. Сол төсекке қанша рет көз жасын тамызды, қанша рет үнсіз жатып таңдатырды, санын ұмытқан. Бірақ дәл бүгін ол бұрынғы күндерге ұқсамады. Бүгін сыртта адамдар отыр. Бүгін ұят 2 есе ауыр. «Мен қазір шай апарып келейін», деді ол тағы да үміттеніп. Нұржан бұрылып қарады, көзі суық. «Қайда барасың?» деді. «Қонаққа енең бар». Айсәуле үнсіз қалды. Осы үнсіздік оның ең үлкен қателік екенін іштей сезді. Бірақ сол үнсіздікті бұзатын күш қайда?
Сырттан қонақтардың бірі дауыстап күлді. Сол күлкі Айсәуленің жүрегіне ине боп қадалды. Олар білсе ғой. Бірақ бұл үйде білсе ғой деген ой ешқашан соңына дейін бармайды. Нұржан жақындап келді. Айсәуле еріксіз бір қадам артқа шегінді. Артында қабырға. Қашатын жер жоқ екенін түсінгенде ғана адамның жүрегі шын сығылады екен. Сен менің әйелімсің, деді ол төмен дауыспен. Үйде не істесем де өзім білем. Бұл сөзді Айсәуле бұрында естіген, бірақ дәл бүгін ол сөз ерекше ауыр естілді. Себебі дәл бүгін оның намысы ғана емес, көзге көрінбейтін шекарасы тапталып жатқанын анық сезді. Мен де адаммын ғой, деді ол күтпеген жерден. Бұл сөз өзі ішінде тосын шықты. Ауыз айтып қойғанына өзі сенбей қалды. Нұржан бір сәт тоқтап қалды. Сол сәт Айсәуле үміттеніп кетті. Мүмкін. Бірақ ол үміт ұзаққа бармады. Артық сөйлеме, деді ол қатқыл. Кейін сөйлейсің. Сырттағы күлкі үдей түсті. Біреу шай сырады. Ене келіннің кешігіп жатқанын байқады ма, әлде байқамады ма, белгісіз. Бірақ ешкім бұл бөлмеде не болып жатқанын көрмейді. Көргісі де келмейді. Айсәуле көзін жұмды. Осы сәтте ол тек өзін емес, анасының жүзін, ауылдағы қыз күнін, шыда, бәрі өтеді деген сөздерді еске алды. Бірақ сол сөздердің бәрі дәл қазір бос сияқты. Бәрі өтеді. Ал мен ше? Есік сыртынан аяқ дыбысы естілді. Біреу бөлмеге қарай келе жатқандай. Айсәуленің жүрегі дүрсілдеп кетті. Нұржан, деді ол алғаш рет күйеуінің атын атап. Біреу келе жатыр. Сол сәт сырттағы өмір мен ішкі шындық тағы бір рет соқтығысты. Ал бұл соқтығыс жақсылық әкелмейтінін Айсәуле анық сезді. Есік сыртындағы аяқ дыбысы алыстап кетті. Біреу тек өтіп бара жатқан екен. Бірақ сол қысқа сәт Айсәуленің жүрегін аузына тығып жіберді. Ол демін ішіне тартып, ұзақ уақыт шығара алмады. Көрдің бе? Деді Нұржан салқын ғана. Ешкімге сен керек емессің. Бұл сөз пышақта емес, баяу сыздап кірді. Айсәуле басын төмен салды. Бірақ осы жолы көз жасын төкпеді. Керісінше, кеудесінде бұрын болмаған бір қаттылық пайда болды. Мен тек келін емеспін. Мен тек үндемейтін көлеңке емеспін. Ол терезеге қарады. Сыртта күн жақырап тұр. Қонақтар шай ішіп отыр. Әдеттегі бір күн. Бірақ осы бөлмеде басқа бір өмір тұншығып жатқандай. Неге дәл бүгін? Деді ол кенет. Даусы дірілдеді, бірақ анық шықты. Қонақ келгенде неге осылай істейсің? Нұржан таңғалып қалғандай бір сәт үнсіз тұрды. Бұрын Айсәуле мұндай сұрақ қоймайтын. Не айырмасы бар? Деді ол иығын қиқаң еткізіп. Бүгін бе, ертең бе? Сол жауап оның ішіндегі соңғы үмітті де өшіргендей болды. Айсәуле кенет бәрін түсінді. Уақыттың, күннің, адамдардың бұл жерде еш маңызы жоқ. Маңыздысы оның үнсіздігі ғана. Айырмасы бар, деді ол баяу. Мен үшін бар. Бұл сөз айтылған сәтте ол өзі де шошып кетті. Бұрын мен деп сөйлеу бұл үйде ерсі саналатын. Бірақ ол тоқтамады. Сыртта адамдар отыр. Олар мені адам деп көріп отыр. Ал сен... Ол сөзін аяқтай алмады. Тамақтан бір нәрсе қысып, дауысы шықпай қалды. Бірақ көзінен жас емес, ашу көрінді. Нұржан жақындап келді. Сен бүгін тым көп сөйлеп кеттің, деді тістеніп. Ұмытпа қайда екеніңді. Айсәуле артқа шегінді, бірақ бұл жолы қабырғаға тірелгенде тоқтап қалмады. Ішінде бір нәрсе жетеді деп айқайлады. Мен осы үйге не үшін келдім? Деді ол күтпеген жерден. Қорқу үшін бе? Бұл үнсіз айқай еді. Жылдар бойы іште жиналған сұрақтың сыртқа шыққан сәті. Сол кезде есік сыртынан ененің дауысы естілді. Айсәуле, шай суып кетті ғой. Бұл дауыс бөлмедегі ауыр ауаны бір сәтке жарып өтті. Айсәуле сол дауысқа жабысып қалғандай болды. Бұл оның сырттағы өмірімен жалғыз байланысы. Қазір, деді ол дауыстап. Дауысы дірілдеген жоқ. Бұл Нұржанға емес, өзіне жауап берген еді. Нұржан оған қарап қалды. Осы сәтте ол келінінің өзгеріп бара жатқанын сезді. Бұрынғыдай төмен салған көз, қорыққан үн жоқ. Орнында тұрған адам шаршаған, бірақ оянған әйел еді. Шыға бер, деді ол ашулы түрде. Бірақ бұл әңгімені бітті деп ойлама. Айсәуле есікке қарай жүрді. Қолын тұтқаға қойған сәтте жүрегі қатты соқты. Бұл есіктен ол бұрын да шыққан, бірақ дәл бүгін ол басқа күйде шықпақ. Есік ашылды. Жарық, адамдар, күлкі. Айсәуле шайды қолын алды. Қонақтардың жүзіне қарады.
Бір сәтке бәрі оған бөтен көрінді. Бірақ сол бөтен әлемде ол өзін қайтадан тірі сезінді. Бұл әлі соң емес деп ойлады ол. Бұл тек бастамасы. Айсәуле шайды абайлап құйып жерді. Қолының дірілі басылғандай болғанмен, жүрегі әлі де тынышталмады. Әр қадам сайын арттағы бөлмені сезік тұрғандай, сол жаққа қайта тартып тұрған көрінбейтін жіп бар секілді. Қонақтардың бірі Нұржанның үлкен немере ағасы Бекен келінге ұзақтау қарап отырды. Оның жасы 50-ді алқындаған, өмір көрген адам екені түрінен ақ байқалады. Көзінде артық күлкі жоқ, бірақ байқампаздық бар. Келін, шаршаған сияқтысың ғой, деді ол шайды ала жатып. Айсәуле бір сәтке не дерін білмей қалды. Жоқ аға, деді жай ғана. Бірақ оның даусы мен жүзі сөзін жоққа шығарып тұрды. Ене дастархан басында отыр. Ол да бәрін көріп отыр. Айсәуленің кешігіп келгенін, көзі өзгергенін, шайды бұрынғыдай емес, асықпай құйып жүргенін. Бірақ ене әдетінше үндемеді. Үндемей отыру кейде қорғау сияқты көрінеді, кейде сатқындық секілді. Бекен шайын бір ұрттап алды да Нұржанға қарады. Үй іші тыныш па? Деді жай ғана. Сұрақ қарапайым. Бірақ сол қарапайым сөзінің астында бірдеңе бар еді. Тыныш, деді Нұржан күліп. Не болушы еді? Күлкісі жасанды екенін Айсәуле де, ене де сезді. Бекен де сезді. Сол сәтте ас үй жақтан бірдеңе құлап түскендей дыбыс шықты. Айсәуле селк етіп қолындағы шайнек шайқалып кетті. Бір тамшы шай дастарханға төгілді. Кешіріңіздер, деді ол асығыс. Ештеңе емес, деді Бекен, бірақ көзін одан алмады. Ол осы үйде бір нәрсе дұрыс емес екенін анық сезді. Мұндай тыныштықты ол бұрын да көрген. Үндемейтін келін, дауысы қатқыл кию. Бәрін көріп отырып үндемейтін ене. Бұл көрініс оған жат емес еді. Нұржан, деді ол біраздан соң. Келінді көп жұмсап жіберіпсің ғой. Отырсын, шайын бізде өзіміз құярмыз. Бұл сөз Нұржанға ұнамады. Ол қабағын түйіп, жауап беруге оқталды. Қойыңыз аға, өз шаруасын өзі біледі. Айсәуле осы сәтті пайдаланып, орындыққа отырды. Қолын тізесіне қойып, демін реттеді. Бұл оның шағын ғана жеңісі еді. Бекен көз қиығымен ененің жүзіне қарады. Ененің көзі төмен салынған. Бірақ сол төмен салынған көздің ішінде ауыр жүк жатқанын ол сезді. Бұл үйде бір сыр бар деп ойлады ол. Қонақтар отырған бөлмеде бәрі әдеттегідей көрінгенімен, ауаның өзі ауырлап кеткендей болды. Айсәуле өзін алғаш рет жалғыз сезінбеді. Біреу байқап қойғандай, біреу, ал бұл қауіпті де, үмітті де сезімеді. Сол күні кешке қарай Бекен ененің қасына барып, келініңіз жас екен деді сыбырлап. Жас жүрек бәріне шыдай бермейді. Ене жауап бермеді, бірақ қолындағы орамалды қаттырақ қысып алды. Осы үнсіз қимыл үлкен әңгіменің бастамасы еді. Қонақтар кешке қарай тарай бастады. Үйдің іші біртіндеп босап, күлкі мен әңгіме орнына ауыр тыныштық орнады. Айсәуле дастархан жинап жүр. Қонақ кеткенімен оның иығындағы салмақ кеткен жоқ. Ене төрде жалғыз отыр. Қолындағы орамалын қайта-қайта түзеп қояды. Көзі бір нүктеге қадалған. Бүгінгі күн оның жадынан әлде қашан ұмытылуы тиіс ескі бір күнді қайта тірілткендей болды. Мен де бір кезде осылай үнсіз тұрғанмын. Ол жас керін кезін есіне алды. Үлкен үй, қатқыл күйеу, шыда деген сөздер. Сол кезде оған да біреу қарап, жас жүрек бәріне шыдай бермейді деген болса, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді. Ас үй жақтан ыдыстың сылдыры естіліп тұр. Айсәуле бәрін баяу істеп жүр. Қарасан, жай ғана шақшаған келін. Ал ене оның әр қозғалысынан ішкі күйзелісті көріп отыр. Қызым, деді ол кенет. Айсәуле жалт қарап, «Я апа». Ене сөзін таба алмай қалды. Қанша айтқысы келсе де, тамағына тіреліп қалған бір нәрсе бар. Шаршадың ба? Деді ақыра. Бұл сұрақ тым қарапайым, тым кеш қойылғандай көрінді. Бірақ Айсәуле осы сөзге ұзақ қарады. Шаршадым апа, деді ақырын ғана. Бұл бәрін айтып тұрған жауап еді. Ене орнынан тұрды. Айсәуленің жанына келіп, қолын оның иығына қойды. Сол қол дірілдеп тұрды. Бір ауыз сөзбен тоқтатуға болатын жағдайды жылдар бойы тоқтатпағаны есіне түсті. Кейде, деді ол баяу, кейде әйелдің ең үлкен қателігі үндемеу. Айсәуле таңғала қарады. Бұл сөзді дәл осы адамнан естимін деп ойламаған. Бірақ үндемеу де үйретілген нәрсе, деп жалғастырды ене. Мен де солай өстім. Осы сәтте екеуінің арасында бұрын болмаған бір жақындық пайда болды. Бірақ ол жақындық толық сенімге айналмады. Әлі де қорқыныш бар еді. Сыртқы есік ашылып, Нұржан кірді. Оның түрі суық. Қонақ кеткен соң үйдің шынайы бейнесі қайта оралды. Не болып жатыр мұнда?
деді ол. Ене қолын тез тартып алды. Айсәуле басын төмен салды. Барлығы бұрынғы қалпына түскендей. Ештеңе, деді ене. Үй жинап жатыр. Нұржан ештеңе демей жатын бөлмеге қарай өтті. Есіктің жабылғаны естілді. Ене Айсәулеге қарап қалды. Бүгін болғанды, деді ол кідіріп. Ертең ұмытып кетпе. Бұл сөздің мағынасы ауыр еді. Ұмыту емес, шешу керек еді. Бірақ ене оны айта алмады. Айсәуле үнсіз бас изеді. Бірақ оның ішінде бір шешім пісіп келе жатқанын өзі де сездірді. Бұрынғыдай бәрін жұтып қоюға болмайтынын түсінді. Түн түсті. Үй ұйқыға кеткендей. Ал бұл үйде бір ғана адам емес, екі әйел де ұйықтай алмады. Себебі үнсіздік енді бұрынғыдай қауіпсіз емес еді. Түн ортасы ауып кеткен. Үй іші тым-тырыс. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Айсәуле көзін жұмса да ұйқы келмеді. Кеудесін бір ауыр сезім басып тұр. Айту керек сөз бар, бірақ сол сөз айтылса, бәрі өзгеретінін жүрегі сезеді. Жатын бөлменің есігі сықырлап ашылды. Нұржан кіріп келді. Ол әдеттегідей ештеңе болмағандай киімін шешіп, орындыққа іліп қойды. Айсәуле оның әр қимылын сезіп жатыр, бірақ бұрынғыдай дір етпеді. Ұйықтап жатырсың ба? Деді ол. Жоқ, деді Айсәуле, жай ғана. Осы жоқ сөзінің өзі бұрынғыдан өзгеше шықты. Нұржан оны сезді. Ол тоқтап, келіншегіне қарады. Бүгін не болды өзіне? Деді қабағын түйіп. Қонақтың алдында да кейінде бір түрлісін. Айсәуле төсектен жайлап отырды. Жүрегі қатты соғып тұр. Бірақ артқа шегінетін жол жоқ екенін білді. Мен енді үнсіз қала алмаймын, деді ол. Бұл сөз бөлменің ішін қақ айырып жібергендей болды. Не дедің? Деді Нұржан. Мен адаммын, Нұржан, деді ол даусын көтермей. Қорқып өмір сүруге келген жоқпын. Қонақ келген күні ол дұрыс емес. Бір ауыз сөз. Бірақ сол сөздің салмағы жылдар бойы жиналған ауырлықтан да басым еді. Нұржан күлді. Қысқа, суық күлкі. Сен кім болып кеттің өзі? Деді ол. Кім саған осылай сөйле деп үйретті? Айсәуле алғаш рет көзін тайдырмады. Маған ешкім үйреткен жоқ. Мен өзім түсіндім. Бұл жауап Нұржанды ашуландырды. Ол бір қадам алға шықты. Үйіңді ұмытпа, орныңды біл. Айсәуле орнынан тұрды. Бұл оның өмірінде күйеуіне қарсы тұрып тік тұрған алғашқы сәт еді. Менің орным қорлық көретін жер емес, деді ол анық. Дәл осы сәтте есік ашылып, ене кіріп келді. Ол әдетте мұндайда араласпайтын, бірақ бүгін түнде ол да ұйықтай алмады. Жетеді, деді ене. Даусы дірілдегенмен нық шықты. Бұл үйде жеткілікті үнсіздік болды. Нұржан екеуіне алма-кезек қарады. Ол алғаш рет өзін жалғыз сезінді. Үйдің ішінде оған қарсы тұрған екі әйел тұрды. Апа, деді ол таңғалып. Мен көп нәрсені көріп үндемедім, деді ене. Бірақ бүгін келіннің айтқан сөзі шындық. Айсәуле ененің бұл сөзін естігенде көз жасын әрең ұстап қалды. Бұл жеңіс емес еді, бірақ жалғыз емес екенін білдірген сәт болатын. Нұржан ештеңе демей сыртқа шығып кетті. Есіктің қатты жабылғаны естілді. Бөлмеде екі әйел қалды. Екеуі де үндемеді. Бірақ бұл жолғы үнсіздік бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Айсәуле терең дем алды. Бір ауыз сөз айтылды. Енді артқа қайту жоқ. Таң ауыр атты. Айсәуле үшін бұл таң бұрынғылардан өзгеше еді. Кеше айтылған сөз түнмен бірге өшіп кетпеген ол бірден сезді. Үйдің іші салқын, ауада ауыр. Нұржан түнде қайтып келмеді. Ене ерте тұрып, ас үйде шайын ішіп отыр екен. Көзі ұйқысыздықтан қызарып кеткен. Ұйықтадың ба? Деді ол келінін көре сала. Аздап, деді Айсәуле. Екеуінің арасында кеше түнде болған әңгіме үнсіз тұр. Бірақ ол үнсіздік енді бұрынғыдай қорқынышты емес, керісінше шешім күтіп тұрғандай. Түс ауа ауылдан сөз жетті. Нұржан түнді ағасының үйінде өткізген екен. Сол жерде ақшумен, ақталымен аралас бірдеңелер айтылып қалған. Әдеттегідей емес, бұл жолы сөз тек күйеу мен келіннің арасындағы ұрыс емес, ұят туралы болған. Келін тілі шығыпты, деп жатыр, деді ене ауыр күрсініп. Күйеуіне қарсы сөйлейді дейді. Айсәуле мұны күтті, бірақ бәрібір жүрегі сыздап кетті. Ал мені кім сұрады? Деді ол. Ене жауап бере алмады. Кешке қарай үйге тағы адамдар жиналды. Бұл жолы қонақ емес, туыстар. Әрқайсының көзқарасы бөлек, бірақ бәрінің ойы бір жерге тіреледі. Әйел адам сабырлы болу керек, деді біреуі. Еркектің үйінде еркек сөзін жүргізуі тиіс, деді екіншісі. Айсәуле бәрін тыңдап отырды. Бұрын болса басын төмен салып, үндемей қалар еді.
Бүгін олай болмады. Сабырдың да шегі бар, деді ол баяу, бірақ анық. Ал үй деген қорқатын жер емес, бөлмеде тыныштық орнады. Біреу жөтеліп алды, біреу көзін тайдырды. Себебі бұл сөз көптің ішінде бірінші рет айтылып тұр. Нұржан да келді. Оның жүзі қатты, бірақ көзінде сенімсіздік бар еді. Ол бұл әңгіменің осылай өрбейтінін күтпеген. Сен елдің алдында мені ұятқа қалдырдың, деді ол. Айсәуле оған тік қарады. Мен өзіңді қорғадым, деді. Ұятты мен емес, үнсіздік жасайды. Бұл сөздер бөлмеде отырғандарға ауыр тиді. Біреу орнынан тұрды. Мұндайды бұрын естімеппіз, деді ол. Бұрын айтылмағандықтан ғана, деді Айсәуле. Ене осы сәтте келінім жанына барып отырды. Бұл көп сөзден де ауыр қадам еді. Бәрі соны көрді. Болды, деді ене. Бұл әңгімені енді мен білем. Туыстар бір-біріне қарады. Бұл үйде бұрын болмаған жағдай еді. Ене келіннің жағында. Кеш аяқталды. Адамдар тарады. Бірақ кеткендермен бірге сөз де, күдік те, өзгеріс те кетпеді. Айсәуле терезе алдында тұрды. Сыртта ауылдың тыныштығы. Бұдан кейін бәрі оңай болмайды, деп ойлады ол. Бірақ ең қиыны артта қалды. Ал алда таңдау тұр еді. Түн тағы да тыныш түсті. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай емес. Ауыр емес, ойлы еді. Үйдің шамдары біртіндеп өшіп, тек ас үй жақта әлсіз жарық қалып қойды. Айсәуле үстел басында отыр. Алдында суыған шай. Ол шайға қолында тигізбеді. Көңілі алай-түлей. Кешкі сөздерден кейін жанын бір түрлі бос кеңістік билеп алған. Ене үнсіз келіп қарсысына отырды. Орамалын шешпестен, қолын тізесіне қойып, біразға дейін сөйлемей отырды. Сен қорықпайсың ба? Деді ол кенет. Айсәуле ойланып қалды. Қорқамын, апа, деді шындықты жасырмай. Бірақ үндемей қалудан одан да қатты қорқамын. Ене ауыр күрсінді. Мен де солай болғанмын, деді ол баяу. Бірақ мен үндемей қалдым. Ол көзін төмен салды. Даусы бір сәтке қарлығып кетті. Жас кезінде мен де бір рет қарсы сөйлегенмін. Сол үшін қатты жылап, қайтадан үнсіз болуды үйрендім. Айсәуле оның жүзіне алғаш рет дәл осылай ұзақ қарады. Бұрын қатал көрінетін ененің артында қанша жылдық ауыр тағдыр жатқанын сол сәтте анық сезді. Сізді не тоқтатты? Деп сұрады ол. Балалар, деді ене ойланбастан. Балалар үшін шыдау керек, деді бәрі. Ал мен шыдауды өмір деп ойлаппын. Үстел үстіндегі сағат тықылдап тұр. Әр тықыл өткен жылдардың дауысы сияқты. Ал сен не істемексің? Деді ене. Айсәуле терең дем алды. Мен өзімді жоғалтқым келмейді, деді ол. Егер қалсам да адам болып қалғым келеді. Ал егер кетсем, қорқып емес, таңдап кеткім келеді. Бұл сөз ененің жүрегіне тиді. Ол көзін сүртіп алды. Сен менен батылсың, деді ол. Мен сенің жасында мұндай сөз айта алмадым. Екеуі ұзақ отырды. Сол түні алғаш рет келін мен ене емес, екі әйел ретінде сөйлесті. Бірі өткенге толы, бірі болашаққа қарап отырған. Ертең не болатын білмеймін, деді Айсәуле. Бірақ бүгін мен жалғыз емес екенімді білдім. Ене басын изеді. Қандай шешім қабылдасан да, деді оған қарап. Жүрегімді тыңда. Сол түні Айсәуле терезеден жұлдыздарға қарады. Бұрын олар оған алыс көрінетін, бүгін жақындағандай. Таң атады деп ойлады ол. Ал таң әрқашан бір өзгерістің басы. Таң әдеттегідей атты, бірақ Айсәуле үшін бұл таң кешегілерге ұқсамады. Ол оянғанда жүрегі тыныш еді. Қорқыныш бар, бірақ ол қорқыныш енді үстем емес, бақылауда тұрғандай. Үй тым-тыныш. Нұржан әлі келмеген. Ене ерте тұрып, аулаға шығып кеткен екен. Айсәуле терезеден оның еңкейіп, жерді сыпырып жүргенін көрді. Сол еңкейген белдің артында қанша жылдық ауыр жүк жатқанын енді жақсы түсінеді. Айсәуле үстелге отырып шай қойды. Қолдары дірілдемейді. Осы ұсақ түйектің өзі оған үлкен өзгеріс сияқты көрінді. Күн көтерілгенде Нұржан келді. Қадамнан ақ оның түні бойы ойланбағаны, керісінше ашуын сақтап келгені білінді. Ол ешкіммен амандаспай төрге өтті. Шай бар ма, деді қысқа ғана. Айсәуле шайнекті алды. Шайды құя отырып, оның жүзін емес, өз ойларын көріп тұрғандай болды. Бұрын осы сәтте жүрегі қысылып, сөз айтуға батпайтын. Бүгін олай емес. Нұржан, деді ол, шайды үстелге қоя сала. Біз сөйлесуіміз керек. Нұржан қабағын тиді. Кеше сөйлестік қой, деді ол. Тағы не керек? Кеше айқай болды, деді Айсәуле. Бүгін әңгіме керек. Ене де үйге кіріп келді. Ол үндемей төрге отырды. Бұл қашпайтынын білдіретін қимыл еді. Айсәуле терең дем алды. Мен бұлай өмір сүре алмаймын, деді ол анық.
Кешебедей күндер қайталанса, мен бұл үйде қала алмаймын. Бұл сөз бөлмеге ауыр тастай түсті. Сен кетем деп қорқытпа, деді Нұржан ашылан. Әйелдің орны үйі. Үй қорлайтын жер емес, деді Айсәуле. Егер солай болса, ол менің үйім емес. Нұржан орнынан тұрды. Сен елге не айтпақсың, деді. Қайда барасың? Айсәуле сәл кідірді. Бұл сұраққа ол түні бойы жауап іздеген. Әзірге білмеймін, деді шындықпен. Бірақ қорқып қалмайтынымды білем. Ене осы сәтте сөзге араласты. Балам, деді ол ауыр үнмен. Келіннің айтып тұрғаны еркектікке қарсы шығу емес. Бұл шындық. Нұржан енесіне қарады. Ол мұндайды күтпеген. Бұрын анасының өзі бәрін жуып шаятын. Егер осы үйде қалсын десең, деп жалғастырды ене, өзгеруің керек. Бөлмеде үнсіздік орнады. Бұл бұрынғыдай қорқынышты үнсіздік емес, шешім күтіп тұрған үнсіздік еді. Нұржан ештеңе демей сыртқа шығып кетті. Тағы да есік жабылды. Бірақ бұл жолы сол есік үмітті де, қорқынышты да бірдей алып кеткендей болды. Айсәуле терезеге қарады. Сыртта күн көтеріліп келеді. Мен айттым, деп ойлады ол. Енді тағдыр жауап береді. Ал алда ең ауыр қадам күтіп тұр еді. Таң жарық сәлем беріп, ауылдың бәрі тыныш еді. Бірақ Айсәуле үшін бұл тыныштық бұрынғыдай емес. Ол ұзақ ойлады, терең дем алды және шешімін қабылдады. Бүгін бәрі өзгереді. Қолына кішкене сөмкесін алды. Ішіне ең қажетті заттарын салды. Киім, құжаттар, аз ғана ақша. Бұл оның жаңа өмірге алғашқы қадамы. Көзінде қорқыныш та, үміт те бар еді. Ене ол жақта отыр. Қолын Айсәуле қағып, үнсіз қолдау көрсетіп тұр. Екеуінің арасындағы байланыс сөзсіз, бірақ сөйлемей-ақ жеткізілді. Нұржан әдеттегідей сыртқа шықты. Айсәуле есікті ашқан сәтте ол артқа қашырады. Көзінде таңданыс, ашу және сенімсіздік бар еді. Келін, қайда барасың? Деді Нұржан, қатты емес, бірақ нық дауысымен. Мен өз өмірімді таңдаймын, деді Айсәуле тыныш. Бұрынғыдай қорықпаймын. Сол сәтте үйде өткен бірнеше жылдық үнсіздік, жасырын қорлықтар мен қайғы бір сәтке көрініп кетті. Бірақ Айсәуле өз шешімін жүзеге асыруға дайын еді. Есік жабылып, Айсәуле аулаға шықты. Сырттағы таза ауа оған жаңа өмірдің дәмін сездірді. Күннің сәулесі жерге түскендей, оның бойына жаңа күш келді. Ауылдағы көршілер қаңғалып қарап қалды, бірақ ешкім ештеңе айтпады. Олар үшін бұл жай ғана таң еді. Ал Айсәуле үшін толық жаңа әлем. Ене терезеден қарап тұрды. Көзінде жас жоқ, тек мақтаныш бар еді. Ол біледі, келінінің батылдығы өз тағдырын таңдауына жеткізді. Айсәуле ауылдан алыстай бастағанда жүрегі жеңілдеді. Бұрынғы қорқыныш, үстемдік, үнсіздік барлығы артта қалды. Енді тек оның таңдауы, оның өмірі, оның жолы бар еді. Мен кеттім, деп ойлады Айсәуле. Бірақ бұл тек бастамасы, нағыз өмір енді басталды. Айсәуле ауылдың шетіне шықты. Жол бойында кейбір көршілер таңданған көздермен қарап етті. Біреу жақындап амандасуға тырысса, Айсәуле тек басын изеді. Ол ешкімге есеп бергісі келмеді. Туыстар үйге жеткенде ауылда сөздер тарай бастады. Келін үйден кетті. Нұржан неге шыдай алмады? Ене не істеді? Бәрі бір-біріне ауысып, ауылдың ауасында бір түрлі ымырасыздық жасалды. Айсәуле телефонын алып, сырттан естіп отырған хабарларды көрді. Әр сөз жүрегіне ауыр тиеді, бірақ ол тоқтай қойған жоқ. Оның таңдауын ешкім өзгерте алмайды. Келін кетті, деді ауылдың бір тұрғыны көршісіне сыбырлап. Бұрын мұндай көрмеппіз. Әйелдің сабырын сынаған соң, осындай болып шығады, деп жауап берді екіншісі. Енді бәрі өз орнына келеді деп ойлама. Айсәуле жолда жүріп бәрін естіп отырды. Бастапқыда жүрегі ауырды. Қорқыныш пен кінә сезімі араласқан. Бірақ біртіндеп оған түсінікті болды. Бұл оның өмірі. Енді ол өз жолын таңдады. Туыстары мен көршілердің сыбыры артта қалып, ауылдың шетіне жеткенде Айсәуле өзіне қарап қалды. Қолында сөмке, алда кең дала, ашық жол. Сол сәтте оның жүрегі жеңілдеді. Енді бәрі менің қолымда, деді ол ішінен. Бірақ оның алдында қиындықтар бар екенін сезді. Сөздің салмағы ауыр. Ауыл, туыстар, жұрт, бәрі өз бағасын береді. Бірақ Айсәуле білетін бір нәрсе бар еді. Ол алғаш рет өз таңдау үшін тұрып, әрекет етті. Сол күні кешке қарай ол жаңа пәтерге жетті. Жарық бөлмеде ешкім жоқ. Бірақ бұл тыныштық оған қорған бола білді. Айсәуле терезеге қарап, жаңа өміріне дайын екенін білді. Бәрі басталды деп ойлады ол. Бірақ бұл жолда жеңілдік аз, тек күш пен шешім ғана бар.
Айсәуле жаңа пәтердің есігін ашып кірді. Бөлерме кішкентай, бірақ таза, жарық. Терезеден күн сәулесі жайыла түсіп тұрды. Сол сәуле оның жүрегіне жаңа үміт әкелгендей еді. Сөмкесін қойып, терезеге жақындады. Сыртта ауыл көрінді. Ол артқа қарап тұрып, бұрынғы өмірін ойлады. Қорқыныш, үнсіздік, жасырын реніш. Бірақ бәрі артта қалды. Енді ол тек өзінің таңдауына жауап береді. Ене ауылға оралып, үйдің ішін реттеді. Жылдар бойы үстемдік жасаған үнсіздік орнын ол өз-өзін бағалау мен түсіністікке берді. Келін кеткенімен, оның батылдығы ененің де жүрегінде өзгеріс тудырды. Нұржан ауыл ішінде жүрекке ауыр сезіммен қалды. Бәрін бақылауға тырысқанмен, бірде-бір әрекет Айсәулені қайта ұстата алмады. Ол алғаш рет өзінің күші мен бақылаусыздығын сезді. Бәлкім, өмірі өзгерді. Айсәуле жаңа күнге қарады. Қиындықтар әлі де бар. Жол оңай емес. Бірақ ол өз таңдауын жасады.